оқушылар, бүгінгі біздің сабағымыздың тақырыбы натурал сандардың бөлгіштері және еселіктері. Осы өткен тақырыпқа байланысты бүгін біз сіздермен есептер шығарамыз. Осы сабақтағы біздің мақсатымыз сіздермен натурал санның бөлгіші мен еселігі анықтамаларын білу, натурал сандардың бөлгіштерін табу, натурал сандардың еселіктерін табу. Енді сабағымыз бастамас бұрын мынадай қайталау сұрақтарын сіздерге қойғым келіп отыр. Біріншісі, натурал аз санның бөлгіші дегеніміз не? Екінші сұрақ, натурал аз санның еселігі дегеніміз не? Үшінші сұрақ, 16 санының неше еселігі бар? Келесі, мынадай есеп қарастырайық. Номер 168 есеп. Есептің шарты бойынша 9 және 14 сандарының бөлгіштерін теріп жазыңдар. Шешуі, сонымен 9-ның бөлгіштері 3 бөлгіші бар екен. Ол 1 саны, 3 саны және 9 саны. 14-тің бөлгіштері, 14 санның бөлгіштері 1, 2, 7, 14. Яғни 14 санында 4 сан бөлгіші бар екен. Келесі есеп. 169 есеп. Есептің шартында мынадай берілген. 5, 9, 15, 21, 24, 50, 60 сандарынан 120-ның бөлгіштерін теріп жаз дейді. Есептің шешуін енді қарастырайық. Сонымен, осы сандардың ішінен 120 санына бөлгіштерін теріп жазамыз. Ол 5, 15, 24, 50, 60 сандары болады. 120 санның бөлгіштері. Келесі, мынадай есеп. Вафли әрбір қорапшаға 14 килограммнан бөлініп салынған. Егер массасы 50 килограммнан кем вафли керек болса, толық ашылмаған қорапшалар мен неше килограмм вафли алуға болады? Жауаптары көрсетілген қарап отырсаңыздар, енді есептің шығару жолын қарастырайық. Сонымен, ашылмаған толық қорапшалар саны 28 килограмм, немесе 42 килограмм вафли алуға болады. 14-ке 28-42 сандары бөлінеді, ал 20-36 сандары бөлінбейді. Онда 28-42 сандары 14 санының еселіктері болып табылады. Есепті шығарып осындай жолмен шығарамыз. Келесі номер 170 есеп. Есептің шартында мынадай берілген. Бірі екіншісіне бөлгіш болатын сандарды теріп жазыңдар дейді. Бізде сандар берілген, сол сандардың ішінен біз тек қана бірі екіншісіне бөлгіш болатын сандарды теріп жазамыз. Сонымен жауабы 5 және 45 саны болады. Өйткені 45 5-ке бөлінеді. Ары қарай 17 және 51 саны. Бұнда да 51 саны 17-ге бөлінеді. 16 және 80 саны. Бұл жерде 80-ні 16-ға бөлінеді. 4 және 64. 64 4-ке бөлінеді дейміз. 12 және 60. 60 12-ге бөлінеді. 23 және 115. 115 23-ке бөлінеді. Міне сіздермен теріп жаздық сандарды. Келесі. Енді сабағымызды аяқтамастан бұрын мен сіздерге мынадай бекіту сұрақтарын бергім келіп отыр. Осы сұрақтарға келесі сабаққа дайындалып келеміз. Сонымен, натурал санның бөлгіші деп қандай санды айтамыз? Екінші сұрақ. А санының еселіктері деп қандай сандарды айтамыз? Үшінші сұрақ. Барлық натурал сандардың бөлгіші болатын сан қандай сан болып есептеледі? Осы сұрақтарға келесі сабаққа дайындалып келеміз. Осымен біздің сабағымыз аяқталды. Сау болыңыздар.